Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Ақерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаз мезгілі болғандықтан барлығымызда банкі жабу сезоны болып жатыр. Сондықтан мен сіздерге экраны жабу рецептімен бөліскім келді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің рецептімен жасауға сіздерге кеңес беремін. Алдымен салатымызға қажетті барлық заттарымызды турап дайындап аламыз. Төменге описанияға тағы да жазып қалдырып қоямын. Пиязды 1 кило қоссаңыздар жеткілікті, дәмі шықса болды. Және де сәбіз қосамыз, одан 1,5 кило жеткілікті, тәтті бұрыш 2 кило, жарты кило сарымсақ, одан кейін қызанақ. Қызанақты егер салаттарыңыз сулы болсын десеңіздер, қызанақты көбірек қоса беріңіздер. Және дәл осы рецептпен менде 2 литрдан 8 штук банкі және де 1 литрдан 4 штук шықты қыздар. Міндетті түрде барлығын осылай турап дайындап алсаңыздар өздеріңізге оңай болады. Осылай қазанымызды қыздырып алып, үстіне 1,5 литр сұйық май қосамыз. Майы көбірек болса, салаттарыңыз бетіне майы шығып, әдемі дәмді болып шығады. Майымызды қыздырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды қатты қуырмаймыз, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін сәбізді біз терканың басқа көзіне өткізіп қойыппыз. Сіздерге жаңағы айтып кеткенімдей ұзын көзден өткізіңіздер, сонда әдемі болып шығады. Енді сәбізімізді қуырып болғаннан кейін капуста, үлкен бір капустаның жартысын қосамыз. Одан кейін тәтті бұрыш, яғни болгарский. Үстіне мұнда уже қызанағымызды қосып қойдық. Қатты араластырмаймыз, сәл 2-3 рет қайтара араластырсақ жеткілікті. Енді осының үстіне сарымсақ саламыз. Мінекей, одан кейін тұзымызды 3-4 уыс тұз қостық. Кейін салаттарымыз дайын болған кезде тағы да тұзын көріп жібереміз. Мінекей, тұзымыздың барлығын қосып болғаннан кейін үстіне әшші перец, одан 5 дана қостық, одан кейін укроп қалауларыңызға қарай. Петрушка қосудың қажеті жоқ, дәмі білініп, ол кейбір адамдарға ұнамауы мүмкін. Осылай барлығын қосқаннан кейін араластырудың қажеті жоқ. Лавр жапырағын қосамыз және де бір плюсы, мұнда ешқандай қант, уксус қосудың қажеті жоқ. Онсыз да салаттарыңыз қышқыл болмайды және де өте дәмді болып шығады. Осылай бетіне бәрін жайғастырып қоямыз және де оттарыңыз осындай болып тұру керек. Қатты немесе жай болмау керек. Осы отта жай өзі бұрқырап піседі. Осылай қызанақтың үжі мұнда су шығып жатыр қыздар. Мінекей, сәбізіңіз піскенше, жұмсарғанша бізде бір 40 минуттай 1 сағатқа жақын бұқтырылып пісірілді. Мінекей, салаттарымыз уже дайын болып қалды, күшті болып шықты. Көріп отқандарыңыздай, енді банкаларымызды шәйнегімізге, ыстық суымызға булап болғаннан кейін осылай жауып ала береміз. Өте дәмді болып шығады қыздар. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып комментария қалдыруларыңызды өтінемін және менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.